Тікелей эфирде информбюро. Сириядағы қазақтар, Сириядағы балалар. Ақпарат құралдарында біраздан бері бұл тақырып сөз болмады. Өйткені арнаулы органдардың жұмысының арқасында бейбіт елінен безіп, соғыс ошағына бала шағасымен аттанғандардың қатары сирей бастады. Дегенмен әлі күнге ол жақтан оралмаған отандастар көп. Әсіресе соғыс ошағында қалған қазақстандық балалар бар. Ал олардың Қазақстанда қалған туыстары ең болмаса бейгүнә балаларды елге қайтарғысы келеді. Дәл осы тақырыпты зерттеп көрген әріптесім Ирина Сәветжанқызы қазір студияда. Ирина, шамамен осы соғыс ошағында қанша отандасымыз бар? Қазір ол жерде шамамен 300-ге жуық қазақстандық әлі де Сирия мемлекетінде жүру мүмкін. Қоғамдық даму министрлігінің өкілі бізге берген сұхбатында айтқан мәлімет бұл. Дегенмен бұл цифрдың бұдан да көп болуы мүмкін. Өйткені елінен безіп, Сирия аспақ болғандар мұнда қалған туыстарымен жиі байланысқа шыға бермейді. Әрі нақты өздерінің қай соғыс даласында екенін де ашып айтпайды. Алдымен бүгінгі тақырыптың аңдатпасын көріп алсақ. Содырлар Сириядан қайтқанмен райынан қайтама. Анамның аяғын сүйуге дайынмын деген осы мен содырлармен бет-бет өзім сөйлескен кездерім болды. Қайтпағандарының халі нешік? Балалар менен өлсе, олар шахид боламыз деп айтады деп. Соғыс ошағында қанша қазақстандық бала бар? Жүректерді иман оянды, найза қанға боялды. Сириядағы қазақ балалары. Бұл балалар бір үйдің балалары. Дилназ, Камиля, Омар, Осман және Ясмин. Үлкені 13-те, ең кішісі әлі жасқа да толмаған. Соңғы екеуі өз өлінен безіп, соғыс даласына бала шағасын ерте кеткен отбасының Шам жерінде дүниеге келген кенжелері. Қазақстанда қалған туыстары кішкентайларды тек суреттерінен ғана көрген. Әкелері Кенжебек пен анасы Нұргүл Ахмадиевтер осыдан 5 жыл бұрын дүние мүлкін сатып, 3 баласын алып, Сирияға кетіп қалған. Дәл қазір Сирияның қай жерінде жүргені белгісіз балаларды нағаш әзесі елге қайтарғысы келеді, бірақ амалын таппай әлек. Халима апа қызына қоңырау шалып отыр. Қызын сағынғанда немерелерінің дауысын естіп телефон арқылы болса да түрлерін көріп, көзайым болғысы келсе, осылай WhatsApp желісімен телефон шалатыны бар. Бірақ ар жақтан жиі жауап ала алмайды. Сирияға кеткен қыз күйеу баласының бұл жақтағы туыстарымен үнемі тілдесе беруге мүмкіндіктері жоқ. Мүмкіндігі болғанда да жарытып сөйлесе қоймайды дейді. Сақтанғаны ма, әлде елдің сөзінен қорықты ма, Халима апа түрін көрсетпеуді өтінді бізден. Қызым, қайда жүрсің, қандай ауылда тұрасыңдар, қандай жер жақсы ма, тамақ қалай деп, тамағымыз бәрі бар, балалар жақсы, бәрі жақсы дейді да, сонымен нені басы салады, өшіне салады. Алматы облысының тұрғыны Халима Бейсенбекованың қызы Нұргүл Ахмадиева мен күйеу баласы Ахмадиев Кенжебектің 3 баласын алып Сирияға кеткеніне тура 5 жыл толыпты. Осы уақыт аралығында тағы 2 жиенім Шам жерінде дүниеге келді дейді Халима апа. Алғаш жиендерінің соғыс жеріне кетіп қалғанын информбюро жаңалықтарынан көрген әжей өз көзіне өзі сене алмапты. Мына кадрлардағы күлгін түсті орамал таққан қаршадай қыз бала Халима апаның қызынан туған жиені Камиля. Қасындағы нихаппен бетін тұмшалап алғаны үлкен жиені Дилназ екен. Сириядағы қазақтар туралы репортаждан Камилясын көріп қалған әжей мүмкін шатастырдым ба деп өзін өзі алдамақ болғанымен қыз күйеу баласының із-түзсіз жоқ болып кеткені күдігін күшейте түскен. Үйіне ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері келіп дәл осы фильмді көрсеткенде сенбеске амалым қалмады дейді. Қазір немерелерін сағынса осы фильмге қарап мауқын басады. Өздері адасқанымен қоймай, бала шағасында соғыстың ортасына апарған қыз күйеу баламның қылығын әлі де түсіне алмаймын дейді Халима апа. Қызы Нұргүлі үйінің кенжесі болған, мектебін Қызылға бітіріп, 2 бірдей жоғарғы оқу орнын тәмамдаған. Мамандығы заңгер, қызымның басы бұлай шатылып кетеді деп, 3 ұйықтасам түсіме кірмеген дейді апа. Әлі де сенгісі жоқ. Оқып тастаған деп айтса елдер. Бұларды оқиды екен. Как бы не дейді.
секция сияқты бір оқып тастайды екен, балалар гипнозировать етіп. Қоғамдық даму министрлігі қоғамдық даму комитеті төрағасының орынбасары Балғабек Мырзаев дәл қазіргі уақытта Сирияда жүрген қазақтардың саны қанша, онда қанша бала әкесіз қалды, қазір олардың қалай күн көріп жатқанын дөп басып айту қиын дейді. Бір кездері олардың саны 400-ге жуық деген болатын, бірақ соңғы ақпараттар бойынша бұлардың саны қазір 300-ге дейін төмендеген туралы айтылып жатыр. Ал енді нақты мәліметті біз ешкім айта алмайды деп ойлаймын. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің желтоқсан айында берген мәліметіне сүйенсек, Сирия елінен елімізге 125 адам оралып, оның 57-сі қылмыстық жауапкершілікке тартылыпты. Биылғы сан әзірге белгісіз. Халима әжей болса қызының елге қайтқысы келетінін айтады. Ең болмаса немерелерімді елге алғыза алатын мүмкіндік бар ма деп ашпаған есігі қалмаған. Қызым айтқан бір рет, бала шағаны алып қайт дегенде, мама қайтқымақ келес, Бірақ мұнда бала шағамен түрмеге жапса, елге қайтудың қажеті қанша деп қорқады дейді. Алайда бұрынғы дін істері қазіргі қоғамдық даму министрлігінің өкілі Сириядан қайтқанның бәрі қамалып жатқан жоқ. Өз еркімен кеткені, еріксіз кеткені, адасып барғаны бар, әр адамның ісі жеке қаралады. Тіпті ел аумағында отырып ақ сол жақтағы азаматтарды заңсыз қаржыландырған азаматтарда жауапкершілікке тартылып жатыр дейді. Қандай да бір қарулы қақтығысқа қатыспаған болса, әрине олардың мәселесі басқаша қаралады. Ал енді қандай да бір содырлы әрекеттер жасаған болса, немесе сол шетелдегі осындай күмәнді радикалдық топтарды қаржыландыруға тікелей қатысқан жағдайда, олар міндетті түрде заң алдында, заң шеңберінде жауапкершілікке тартылады. Исламды желеу етіп адасқандармен, шекарасында да қателігін түсініп кері қайтқандармен қоғамдық даму министрлігі жұмыс істеуде. Министрліктің бастамасымен 105 азамат дәстүрлі дініне қайта оралған. Ал өз еркінен тыс ата-анасының қалауымен шекарасқан балалар жауапкершілікке тартылмайды. Азама өзгерді, атанатын кез келді, жүректерді иман оянды, найза қанға боялды. Мына заман өзгерді дейді. Өзгерткен өз әкесі. Балалардың жазығы жоқ, олар үлкендердің үйреткенін айтады. Қараңыз, өткен жылы Сириядан Қазақстанға 125 адам оралған екен. Соңғы 4 жылда Сирия мен Иракта Даиш ұйымында 347 қазақстандық азамат болған. Арнаулы органның мәліметінше 2017 жылы Сирия Ирак аумағында 16 жасқа дейінгі 390 бала болған екен. Кім кінәлі? Тек қана ата-анасы ғана деп айта аламыз ба? Иманын интернеттен түзегендер шекара асып кететіндей қатені қайдан жібердік? Мүмкін расында да Халима апаның сөзінде жан бар шығар. Экстремизмнің алдын алу саласындағы мамандарды қайта даярлау институтының директоры дінтанушы Қайрат Құрбанбаевқа осы сауалды қойғым келіп тұр. Қайрат мырза, санасы уланғандарға жалпы гипноздың қолданылуы мүмкін бе? Әсер етуі мүмкін бе? Енді шындығына келген кезде гипноз деп айту қиын, бірақ жалпы мына сөзде, тілде сиқыр бар. Тілде адам өте әдемі сөйлеп, діни идеологиясын керемет жеткізе білген кезде адамдар, діни сауаты төмен адамдар олардың сөздеріне алданып қалып жатады. Қызым, жиендерімді қайтаруға көмектесші. Халима апайдың маған айтқан өтініш осы. Санасы уланып, өз аяғымен соғысқа кеткен үлкендерді елге қайтару ешкімнің де қолынан келмес. Ниеттер өзгермесе. Ал өздерінің қайда жүргенінен мүлдем хабарсыз бейкүнә сәбилердің жазығы не? Бұл тек Халима әжейдің ғана емес. Ол кісі ақпарат алып отыратын чаттағы балалары, немерелері Сирия жерінде жүрген 80-ге жуық ата-ананың тілегі. Тек бір ғана чаттағы ата-аналардың 16 жасқа толмаған Сирияда 122 балалары. Қайталап айтайын, шиеттей балалары жүр. Балалар өзіміздікі, біздікі, қазақтікі. Ата-аналар қазір Сириямен анда-санда болса да байланыс бар дейді. Ең болмаса ата-аналары тірі кезінде кішкентай балаларды бері қайтарып алсақ, бөтен елде соғыс ошағында қаңғып қалмас екен дейді. Бүгінгі айтпағым осы. Әріптестер. Рахмет, Ирина. Өз балаңды, өз немереңді бір көруді ең болмаса армандаудан асқан қасірет жоқ шығар. Будем очень надеяться, что наши детки скорее вернутся на родину. Көрмен, біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Айымыз жарық, күніміз нұрлы болғай. Всего доброго и хорошего вечера. Аман сау болыңыздар.